Әлемде қыздарын шетелдіктерге бермейтін елдер. Түркменстан қызын алатын болсаңыз, 50 мың ақш қазынасына құясыз. Өзбекстанда 40 мың. Түркияда 80 мың. Азербайжан 50 мың. Жапония қыздары шетелдікке тисе азаматтығынан шығарады. Күйеуіне азаматтық бермейді, туған баласына да азаматтық бермейді. Кореяда шетелдіктерге қыздарының тиюіне заңмен тыйым салған, некеге тіркемейді. Күйеуіне азаматтық та бермейді. Мұсылман заңмен жүретін 22 араб елдерінде шетелдіктерге қызында азаматтығын да бермейді. Израиль жүйттер елі қыздарын Қытай азаматтарына тиюге заңмен тыйым салған. Әлемде ешбір елде жоқ, өз елінде құқығы қорғалмаған жалғыз ұлт бар, ол қазақ ұлты. Қазақ атын жамылған келімсектер қазаққа тиесілі байлықты тонап шетел асыруда. Бөрі қазақты иттік жүйе, қазақ қонақжай, қазақ жуас, момын деп, әр түрлі кинолар, шоулармен күнде құлағына құйып ұйықтатуда. Оятып алмауы керек, бөрі оянса үрлап тонай алмай қалады. 1993 жылғы заңдарында ел мен жердің иесі қазақ дегенді. 1995 жылы қазақ ұлты 130 келімсекпен бірдей деп заңдарын өзгерткен жалғыз ел. Өздерін келімсекпен бірдей қылған, келімсектерге байлығын, билігін, базарын беріп отырған жалғыз ел. Германия, Жапония араб елдеріне барып базарынан орын ала алмайсың, бермейді, таза өз ұлтына ғана береді. Қазақстанда мемлекет құраушы ұлт ретінде есептелетін қазақ ұлтының қыздарын кез келген келімсек әр түрлі мақсатта пайдалану үшін алады, пайдалана береді. Бір келімсек уақытша көңіл көтеруге пайдаланса, бір келімсек осы елдің азаматтығын алып алғанша уақытша пайдаланады. Тағы бір келімсектер өз еліне әкетіп бала таптыруға пайдаланады. Қазақстанда қазақ пен қазақ қыздарының құқығы қорғалмаған, бұл елде иттердің құқығы қазақтардан жақсы қорғалған. Қазақ өз елінде иттен құнсыз болған әліндегі жалғыз ел. Руымды сақтаймын десең ұлыңа ие бол, елімді сақтаймын десең қызыңа ие бол. Қазақ қыздың намысы елдің намысы деп қызын төрге отырғызып әлпештеп күткен жалғыз ел. Қазақ келімсектерге қызының кеудесін бастыру былай тұрсын, жүзінде көрсетпеген намысшыл көкжал бөрі халық. Көк бөрінің ордасы, рухыңды биік ұста, мына әлемге қайтадан билігіңді жүргіз. Ата, бабаңа қарашы бөрі болып әлемді билеген, сен жүрсің қызыңның намысын қорғай алмай. Мұңайма бөрі, рухыңа кел, оян, еңіреп тұрып бір өліші. Мына әлем сендердің билік етулеріңді асыға күтуде. Әлемге тәртіп орнату үшін жаралған мақсатыңды ұмытпа, менің көкжалдарым. Өзіңді ұлтшылмын, ит емес бөрі санасаңыз осыны таратыңыз.